Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазір барлығымыз сабағымызды бастамас бұрын бейнероликті ұсынамын. Осы ссылка бойынша көріп тамашалап алыңыздар. Ал оқушылар, бейнероликті көрдіңіздер. Енді менің мына сұрақтарыма жауап беріңіздер. Бірінші, киелі деген сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Екінші, Қазақстандағы қандай киелі жермен таныстыңдар? Осы бейнероликті және сұрақтарды ұсынып отырғаным, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы киелі жерлер. Сабағымыздың оқу мақсаты мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. Бағалау критерийлері: мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аударады, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды, тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек, дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазады. Мәтін Түркістан. Түркістан Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан тарихи қала. Археологтар Түркістан қаласының тарихы тереңде жатқанын дәлелдеп отыр. Түркістанның ежелгі аты Ясы. Шежірелі тарихы бар. Қазақ хандығының астанасы болған, Ұлы Жібек жолының орталығына айналған Түркістан қаласы киелі жер. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әрбір халық, әрбір тәуелсіз мемлекет өзінің рухани орталығын нақтылап алуы керек. Қазақстанның рухани орталығы Түркістан деген болатын. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістанның басты салтанаты. Бұл ғимарат өз заманындағы сәулет өнерінің барлық жетістіктерін бойына жинаған құрылыстардың бірі. Мұнда жылына мыңдаған туристер келіп, қызығушылық танытуда. Бұл дегеніміз Түркістандай киелі жерді әлемге танытып, паш ету. Мәтін тыңдалды, тапсырмаға көшеміз. Мәтіннің құрылымдық ерекшелігін ескеріп, сендерге жетекші сұрақ беріп отырмын. Жетекші сұрақтар, яғни бірінші, Қазақстанның қандай киелі жерлерін білесіңдер? Түркістан қаласы қай жерде орналасқан? Екінші, мәтінде қандай киелі жерлер туралы сөз қозғалды? Үшінші, Түркістанның басты салтанаты кімнің кесенесі? Дескрипторы: мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аударады, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды. Оқушылар, жетекші сұрақтарға жауап бердіңдер. Ендеше екінші тапсырма. Енді осы бірінші тапсырмадағы жетекші сұрақтарды негізге ала отырып, мәтіндегі негізгі ойды анықтайсыңдар. Дескрипторы:
Жетекші сұрақтарды негізге алады. Мәтіндегі негізгі ойды анықтайды. Яғни бөлім бойынша грамматикалық тақырып бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер тақырыбын өткен болатынбыз. Осы тақырыптарды есімізге түсіріп өтейік. Қандай сөздер бірге, бөлек, дефис арқылы жазылатынын еске түсіру үшін оқулықтың 4-5 бетін, 9 және 15 беттегі ережені қайталаңдар. Қайталап болғаннан кейін 3-ші тапсырманы орындаймыз. Мәтіннен бірге, бөлек, дефис арқылы жазылатын сөздерді жазыңдар. Дескрипторы: бірге, бөлек, дефис арқылы жазылатын сөздерді іріктейді. Бірге, бөлек, дефис арқылы жазылған сөздерді жазады.